Ашман домбыраны айнатпеш. Бұл домбыраның құлағы жоқ екен ғой. Бұл домбыраның құлағын жасау керек. Отағасы, мына домбыраның құлағы жоқ, ән айтайын десем, мына домбыраға құлақ жасап берсеңіз дұрыс болар еді. Домбыраның әрбір бөлшегі маңызды. Құлағы, пернесі, шегі, тиегі, мінекей ойығы, бұл жерден домбыраның дауысы шығады. Отағасы, осы домбыраның құлағын жасап берсеңіз. Ағаңның домбырасына келе ғой, ағаңның домбырасын менен өлең айтып беремін саған. Мінекей ағаңның домбырасымен қазір мен саған ән айтып беремін. Кел отыра ғой. Біз болғаннан артық болар бар мана. Біз боласың жарай қалсам шаруаңа. Теңізіден кешіп өтіп жетпейме. Әнді шырқап жібердік. Домбыра асылым біздің ұлттық мұрамыз, ұлттық құндылығымыз. Қазақтар домбыраны төріне іліп қойған, домбыраны қастерлеген. Домбырада кезінде жаңалықтарды домбырамен жеткізген, күй арқылы жеткізген. Мінекей мен саған ән айтып бердім. Ән ұнады ма саған? Бәрекелді. Қайсы біздің папамыздың домбыраға жасаған құлағы дайын болған шығар. Мұның домбыраның құлағы дайын. Бәрекелді. Мінекей домбыраның құлағы да орнына келді. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Мінекей қазақтар осы той думанда өздерінің қонақ жайлықтарын көрсету мақсатында осы домбырамен ән шырқаған. Қазір міне қонақтарымыз келген кезінде осы домбырамен ән шырқап беремін, қызым? Артық